Былтыр өз атымен шай шығарған Димаш Құдайберген биыл тағы бір бизнес бастап отыр. Алдағы уақытта DQ атты парфюмді сіздер дүкен сөрелерінен кезіктіре аласыздар. Бүгін дәл сол иіссудың тұсаукесері өтіп жатыр. Дегенмен бас себепкер салтанатты шараға қатысқан жоқ. Оның себебі неде? Бірге білеміз. Танымал адамдардың жалпы өзінің есіміменен түрлі халық тұтынатын өнімдерді шығаруы әлемдік практика. Осылайша әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, Димаштың ата-анасы ұлдарының есімін барынша брендке айналдырмақ ниетте. Парфюм де шығармашылық бағыттың бір тармағы. Ол да үлкен шығармашылық ізденісті талап етеді. Димаштың бүгінгі салтанатты шараға келмеуінің басты себебі ол Нью-Йорктағы ауқымды концертке дайындық. Дайындық қалай болып жатыр? Димаштың халықаралық бағытта көптеген концерттер жоспарланған. Сондықтан енді алдымызда 29 қарашада Ресейдің мәдени астанасы Санкт-Петербург қаласында концерт өтеді. Одан кейін 10 желтоқсанда Нью-Йоркта Барклайс арена стадионында концерт өтеді. Соған енді үлкен дайындық жүріп жатыр. Қазақ шоу бизнесін әлемге танытамын деп демалыстарынан да осындай қуаныштарынан да қағылған Димаш Алматыға ақыры келе алмады. Ал оны көруге кезекті тұсаукесермен құттықтауға ниеттенген әріптестері мен жанкүйерлері көп еді. Бүгін олар оның есімімен шығарылған иіссуын алып қайтты. Бір данасы 35 мың теңге. Мен ойламаймын, ол өте қымбат деп. Бұндай сапалы нәрсеге алуға болады. Димаш үшін алуға болады. Димаш дегенің біздің елімізді, жерімізді бәр жерге енді танытып жүргенде біз енді иіссу аламаймыз ба? Дерстарға қарағанда әншінің әріптестері оның жаңа бизнесінен бейхабар болып шықты. Парфюмнің иісін көрдіңдер ме? Әлі көрген жоқпыз, қазір көреміз. Мен көрсетейін сендерге. Менде бар. Осы шықтырған иіс па? Осы шықтырған иіс. Сезіліп тұр ма алыстан? Сезіліп тұр. Жақсы. Жігіттер. Уже бренд қой. Болашаққа қазірден бағдар жасап жатқан жігіттер иіссудан гөрі сахнаның тіршілігіне алаңдаулы. Димашты барынша қолдауға тырысты. Әндерін орындап, тұсаукесерге келгендердің көңілін аулады. Тұсаукесер құтты болсын. Рахмет, көп рахмет. Дәке, Димашты қандай иістермен байланыстыруға болады? Димашқа ешқандай иіс жетпейді деп ойлаймын, негізінде. Бүкіл дүнияда иісті қоссақ, Димаштың иісі шықпайды деп ойлаймын. Бірақ сіздер сонда да жасап шығардыңыздар DQ парфюмын. Құрамына не кіреді? Біз енді жасап шығарғаннан бұрын ұқсас бірдеме жасауға тырыстық, қолымыздан келгенше. Иісі енді керемет иіс деп ойлаймын. Біріншіден Димаштың өзіне, әке-шешесіне, жақындарына бәрімізге ұнайды. Тұсауы жаңа кесілген DQ иіссуы нәзік жанлар мен елерге арналып екі түрде шығарылған. Көршілес 5 мемлекет тұтынушыларына ғаламтор арқылы саудаланады. Әзірге шығармашылық топ бар назарда алдағы концерттеріне аударыпты. Міндетті түрде ғажап болады ғой. Дималектің әрбір сахнаға шығу үлкен дайындық деп ойлаймын. Біріншіден жаңа көп адамдар сұрайды, оның қазақ екен білдіретіндей қандай дүние болуы мүмкін дейді. Домбырадан артық не керек? Әрине. Қазақша мандаса, қазақша әндер шырқап жатса, қазір бұрындар енді Қазақстан десе Назарбаев және жаңағы Головкин деп жататын еді. Қазір Құдайға шүкір Димаш деп таниды.